гиф, автокөлік, миллиондаған ақшалар енді біздің парақшада. Лайк басып комментарий қалдырыңыз. Он досыңызға жіберіңіз. Иә. Егер мен дәл қазір осылай видео салсам, ол миллион просмотр болып бүкіл әлемге таралатын еді. Өтініш сізден. 2 минут уақытыңызды алам. Осы видеоны соңына дейін көріңізші. Алла сізден разы болсын. Естеріңізде болса, осыдан 2-3 күн бұрын мен сіздерге Оңтүстік Корея елінде ауыр жағдайда жансақтау бөлімінде жатқан Пан Герман туралы ақпарат берген болатынмын. Оның жағдайын ауыр екендігін айтып сіздерден дұға сұраған болатынбыз. Пан Герман мырза Қазақстан Республикасы Атырау қаласының азаматы. Оңтүстік Корея еліне 1 жыл бұрын келген. Осы жерде рак ауруына шалдығып, аяқ асты ауруханаға түскен болатын. Дәрігерлер қолдан келгенше көмектерін берді. Алайда біз оны жансақтау бөліміне жатқыздық, жағдайының ауырлығына байланысты. Бұл азаматтың діні жоқ екен. Аллахтың қалауымен, имамдармен, жақындарымен, барлығымен сөйлесіп, ислам дінін қабылдаттық. Яғни мұсылман болды. Иә, бұл біз үшін бір қуаныш. Бүгін Аллахтың қалауымен жұма күні Пан Герман мырза мына өмірмен мәңгілікке қоштасты. Аллах жақындарына сабыр берсін. Құрметті оқырмандар, иә, адам баласы мына өмірде Аллахтың жолында жүріп келіп, жәннатқа бір қадам қалған кезде дозахидың амалын жасап, ол дозаққа кетеді. Мына өмірде адам баласы өмір бойы дозахидың амалын жасап, қабірге бір қадам қалған кезде ол жәннатидің амалын жасап, ол жәннати болады. Бұл Аллахтың бізге берген уәдесі, пайғамбарымыздың айтқан сөздері. Мұсылман атанды, жұма күні мына өмірмен мәңгілікке қоштасты. Отандас бауырлар, баласы Оңтүстік Корея еліне 1 апта бұрын келген, ешқандай қаражаты да, осы аурухана төлемдерін төлеуге де ақшасы жоқ екен. Алла қаласа ол туралы мен сіздерге тағы да пост салатын боламын. Қазір компаниямен байланысқа шығып, мән-жайдың барлығын түсіндіріп айттым. Жалпы 7 миллионға Атырау қаласына дейін Пан Германның мәйітін жеткізіп беретін болды. Отандастар, осы видеоның астында банк нөмірлері қалдырылады. Қолдан келгенше бейжай қарамай, қолдан келгенше көмектеріңіз қажет. Барлық нәрсе Аллахтың қалауымен. Сіз бүгін бір адамға садақа жасадыңыз, бір адамға қайырымдылық жасап жатырсыз, ертең сол сізге 2 есе болып Аллахтан қайтады. Сол нәрсені есіңізден шығармаңыз. Қолдан келгенше қолдауды көрсетейікші. Өзіміздің Қазақстан Республикасының азаматы, оған қоса мұсылман атанды, жұма күні мына өмірмен мәңгілікке қоштасты. Отандастар, бейжай қарамайықшы.